Блинчиктеріңіз дұрыс шықпай, әбден көңілдеріңіз қалып қойған болса, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздерші. Бір жасағаннан осындай ажурный болып шығады. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластырып, үстінен жылы сүтті құйып, ұнды салып араластырамыз. Сосын сұйық майды құямыз. Қайнап тұрған ыстық суға 1 шай қасық соданы салсаңыздар, блинчиктеріңіз ажурный болып шығады. Тура видеодағыдай етіп жасасаңыздар, массаларыңызда мүлдем ұнның түйіршіктері болмайды. Қызып тұрған кез келген табаға кішкене майлап жіберіп, жұқа етіп құйып, орташа отта пісіріп аламыз. Табаларыңыз міндетті түрде қызып тұруы керек. Ой, менде блинница жоқ демеңіздер. Мен сковородкамен де істесем де керемет болып шығады. Қараңыздаршы, тесік-тесік болып, әдемі болып шықты. Қанша жылдан бері осылай жасап келе жатырмын. 100% гарантия бере аламын. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің парақшам сіздер үшін өте пайдалы. Сіздермен болған жас фудблогер қыздарыңыз Ақерке.